Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қыстың күні кез келген тағамдармен үйлесетін, өте жылдам дайын болатын, қайнатуды қажет етпейтін, осындай кобра немесе огонек бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеомды толықтай қарап, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ең алдыменен помидорымызды жақсылап жуып алатын боламыз. Менде 3 килограммдай помидор. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Енді тәтті бұрышымызды жуып аламыз. Мен алдын ала кесіп тазалап алдым. Қызыл түсін алсаңыздар, өте дәмдірек болады. Қажетті заттарымыз помидор, тәтті бұрыш, хрен жапырағы, сарымсақ, ащы бұрыш, тұз және аспирин қажет болады. Помидорларымызды ет тартқышқа өткізуге ыңғайлы етіп, майда бөліктерге барлығын бөліп алатын боламыз. Және қажет емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Барлығын осылай кесіп шығатын боламыз. Енді ет тартқыштың көмегіменен барлығын өткізіп алатын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Арнамда көптеген қолжетімді заттардан тұратын рецептер бар, және алдағы уақытта көптеген рецепттер салатын боламын. Сіздер бірінші болып қарайтын боласыздар. Енді тәтті бұрышымызды да дәл солай өткізіп аламыз. Салатымыздың бір ерекшелігі, ешқандай қайнатуды қажет етпейді, және банкаларымызды да қайнатуды қажет етпейді. Жасалуы өте оп-оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді ащы бұрыштарымызды 2-3 қоссаңыздар болады. Мен ащылау етіп 5 штук қосып шықтым. Ащы бұрышымызды да өткізіп аламыз ет тартқыштан. Алдын ала дайындап қойған сарымсағымызды да өткізіп аламыз жақсылап. Егер ет тартқыш болмаса, блендердің көмегіменен барлығын езіп алсаңыздар бола береді. Енді хрен жапырағында өткізіп алдым мен. Майдалап тура жіберсеңіздер де болады. Хрен жапырағын қоссаңыздар, немесе тамырын қоссаңыздар, салаттарыңыздың ұзақ уақыт сақталуына себепші болады. Енді аспириндерімізді қосамыз. Адамға ешқандай зияны жоқ аспириннің. Қорықпай қоса беріңіздер. Міне осылай 6 данасын алдым. Сарымсақ езетіменен майдалап қосып жібердім. Немесе оқтаудың көмегімен езіп салып жіберсеңіздер де болады. Және 2 ас қасық толтырып, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз енді салатымызды. Кобрамызды жақсылап араластырып, 6 сағатқа немесе 1 түнге бетін жауып қалдырып қоясыздар. Мен 1 түнге қалдырып қойдым. Енді банкаларымызды ыстық суменен жақсылап бір шай жібереміз. Жақсылап жуып болған соң. Және қақпақтарында ыстық су құйып аламыз. Және мен баклажкаларымды да жақсылап жуып алдым. Міне 1 түн өтті арада. Иісі деген өте керемет болып тұр достар. Міне кішкене көтеріліп, қайтадан түскен. Баклажкаларымызға құйып аламыз. Толтырып құямыз. Баклажкаларыңызды ешқандай ыстық сумен шаймайсыздар. Барлығын жақсылап жуып алып, толтырып құйып шығасыздар осылай воронканың көмегіменен. Және қақпағын жақсылап бұрап жауып қоясыздар.
банкаларымызға да дәл солай толтырып құйып алдым. Міне қақпағын бұрап, мықтылап жауып қойдым. Осыменен кобрамыз дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Қыстың күні кез келген тағамменен үйлеседі және тәбетті ашатын салаттардың бірі. Өте оңай жасалады, қайнатуды қажет етпейді. Сіздерге де ас болсын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, пікір білдіріп отырыңыздар. Сау болыңыздар.